Армысыздар саяхат сүйер қауым, менің есімім Даулет, бұл еркін қазақ саяхат туралы қазақша блог. Сәуір айында біз Өзбекстаннан қайтып келе жатқанда Түркістан арқылы өткен болатынбыз. Және де осы видеода біз сіздерге Түркістанды біздің көзімізбен көруге ұсыныс жасаймыз. Бізбен бірге тамашалаңыз. Ал егер сіз Өзбекстан туралы видеоларды қарамасаңыз, дәл қазір басқа видеоларды қарасаңыз болады. Осы видеода біз Түркістанның Қожа Ахмет Яссауи кесенесімен және де жаңадан салынған керуен сарай кешенімен танысамыз, және де міндетті түрде онда бар проблемаларды қарастырамыз. Біз Түркістанға саяхаттық маусым әлі басталмай тұрып келгенбіз. Бұл кезде әлі сәуір айы болатын. Және де біздің Түркістан туралы алғашқы пікіріміз біздің көңілімізден шыққан болатын. Ең алғашқы көргеніміз бұл этно ауыл өте жақсы салынған, менің ойымша деп айтайым. Бірақ урбанистика, дизайн бойынша енді басқалардың көзқарасы қандай екенін білмеймін. Атмосферасы Орта Азия халықтарына сай деп ойлаймын. Бұл жерде біз көшпенді халықтың киіз үйлерін, отырықшы халықтың шеберханаларын, кішкентай қала үлгісін, көшелерін, ағаш пен қыштан жасалынған бұйымдарды, жауынгерлердің құрал жабдықтарын көре аламыз. Өте атмосфералы жер, туристік маусым кезінде мұнда өте әдемі, өте әсерлі деп ойлаймын. Ел арасында Түркістанды екінші Мекке деп санайды. Бұның бір себебі бұл пайғамбарымыздың Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өмірін қайталаған Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі болып табылады. 14 ғасырда бұл кесенені Ақсақ Темір қайта құру жөнінде бұйрық береді, және де ол Орта Азиядағы сәулет өнерінің ең керемет үлгісі болып саналған. Қазіргі уақытта бұл кесенеге тек қана қазақстандықтар емес, шет елден келіп қажылық ететіндер де өте көп. Кесенеге кіру ақылы болып келеді, алайда бұл Өзбекстанның бағаларынан әлде қайда арзан. Және де біз Өзбекстанда көргенде екі түрлі баға саясаты мұнда да кездеседі. Мысалы, Қазақстан азаматтарына 200 теңге болса, жақын шетел азаматтарына 300 теңге, алыс шетел азаматтарына 500 теңге болады. Өзбекстанда бұл бағалар өзбекстандық пен шетелдіктер арасында 6 және 10 есе айырмашылығы бар. Бізде болса, міне 2 еседен аспайды. Кесене Қожа Ахмет Яссауи атымен аталса да, бұл жерде жерленген адамдардың саны 350-ден асады екен. Және де солардың ішінде діни рухани тұлғалардың саны 51-ге жетсе, Темір Шайбани әулеттері мен Қазақ хандығы тұсында жерленген 17 тұлға бар. Соның ішінде Қазақтың 21 ханы, 8 сұлтаны, 23 биі, 63 батыры, 5 әзіз анасы, 10 датқа мен болыс, 30 игі жақсын есімдері белгілі. Барша қазаққа әйгілі Абылай ханның да сүйегі осы жерге әкелініп жерленген болатын.
әрине Өзбекстанда кесенелер мен мазарларға көзіміз тойып, Қожа Ахмет Яссауи біздің көзімізге ондай әсер еткен жоқ. Алайда қазақтың тарихын білу бұл міндет. Осымен біз Қожа Ахмет Яссауи кесенесімен таныстық. Ары қарай аз уақыт біз осы Түркістанның туристік жерінің бір проблемасына тоқталып кетеміз, және де ары қарай керуен сараймен танысуға барамыз. Так, дәретхана. Бұл жолы Түркістанның қалай? Хазрет Сұлтан музей дейма. В общем, мына полностью кешеннің туалеті, ана мужской мен инвалидтарға жабық, женский ашық екен. Не? Саламатсыз. Туалет қай жерде бар? Ерлердікі оң жақта. Ой, кешіріңіз. Жаңағы жерде ме? Прямо идете? Здесь? Здесь. Даладағы туалет не болып тұр? Даладағы білмеймін, істейтін шығар. Жоқ, сіз оны көрдіңіз ба ішін көріп көріңіз. Бұл жаққа кірмейміз, біз шығамыз. Жоқ, енді, сіз енді түгел неге жауап бересіз ғой мынау кешенге, Жоқ, біз сыртқа жауап бермейміз, біз тек ішке ғана. Визит центр бұл нені білдіреді? Визит центр сіздерге тек ақпарат береміз, қай жерге зиярат ету керек. Кім жауап береді мына территорияға? Сырт жағын білмедім, бірақ. Жақсы. Мына кіріп көріңіз. Түркістан визит центріне кіріп шықтық. Негізі кірген себебіміз туалетті іздегенбіз, өйткені даладағы туалетті өздерің көрдіңдер. Енді ішіне айтсақ, даладағы туалет не болып жатырын көрдіңдер ме? Ол бізге қатысы жоқ дейді туалет. Жарайды, өздерінің туалеттеріне бардық. Туалеттерінде есіктері жабылмайды, ручкалары бүкілі қирап сынып жатыр. Қол құрғататын жұмыс істемейді, салфетка жоқ. Қайда десем, бір жұмысшысы айтады, оған менің қатысым жоқ. Екіншісі әкімшілікте істейді екен, ол айтады, адам көп, біз барлықтарын қамтамасыз ете алмаймыз дейді. Содан кейін тағы бір сылтауы, жалпы мынау туалет тек қана қызметкерлерге арналған, келушілерге арналған туалет далада тұрады дейді. Далада туалет көп дейді. Енді білем, біреуін көрдік, жағдайы сол болды. Керуен сарайының мужской туалеті. Карина мужскойда қолын жуып жүр, өйткені женскийде істемейді. Екі кабинка ғана істейді. Туалеттің бумагасы жоқ. Кішкене су. Да, су. Қол жуам десем, су жоқ, сабын жоқ. Қол сүртетін полотенце де жоқ. Мынау ғана істейді. Енді туризм орталығы болған соң мына мен бір нәрсе істеу керек. Ондай болмайды. Ең әуелі туалет, барлықтарына туалет керек, барлықтары барады. Бұл мәселені жөндей алмасақ, басқасын қалай жөндейміз? Қазақстан туризм проблемасынан біз қайтадан туристік орталыққа ораламыз. Бұл атақты керуен сарай кешені. Бұл Орта Азиядағы ең үлкен туристік кешен болып саналады. Салыну енді бізге өзімізге әдемі болып көрінді. Өте жақсы жер. Шығыстық стилистикасы жақсы, тіпті колонканың өзін осылай тас қылдырып безендірілген. Бірақ халыққа салынса да бізге қымбат болып көрінді. Міне мысалы бұл ұшатын театр, бағасы 6000 теңге. Біз оған кірген жоқпыз, өйткені 6000 теңге бұл қымбат сияқты болып көрінді. Келесі ойын сауық түрі бұл қайықпен қолдан жасалған Венеция тәрізді өзенмен экскурсия. Адам басына бағасы 4000 теңге болады. 10 минуттық бір айналым үшін 4000 теңге деген қымбат сияқты. Өзбекстаннан кейін Қазақстандағы тағы бір ерекшелік бұл саудагер адамдардың
тым пассивті болуы. Мысалы Өзбекстанда жүргенде бізге көрнекті жерде немесе сувенир сататын адамдар жібермей қояды. Кәдімгідей алыңыз, бағасын түсіреді, саудаласады, қызықтырады, солай. Түркістанда болса да барлығы жаңа пассивті, алсан ал, алмасан алма дегендей жүре береді. Бізге жаңағыдай Өзбекстаннан сол сауда жағын үйрену керек сияқты. Сауда және сервис жағын, бұларда өте керемет сервис. Негізінен бұлай бастама ретінде бұл өте әдемі жер. Мінекей күн батыста тамаша болып көрінеді. Жалпы ұнады. Мынау кешенде осындай су ішетін аппарат тұр екен. Өзі шаммен басылған, мен істемейді деп ойласам, істейді екен. Қараңыз. Су жылы бірақ. Şu резеңке татиды суы. Балаларға арналған. Таза емес сияқты емес.